қош келдіңіздер. Менің есімім Меруерт болады. Мен осы каналдың авторы боламын. Бұл каналда мен мұғалімдерге арналған осы жасанды интеллект қолдану жолдары, қалай біз жасанды интеллект әсіресе вайб-кодинг арқылы тапсырмаларды тез әрі жылдам, оңай әдіспен жасай аламыз. Сонымен қатар уақытты тиімді пайдаланып, көп уақытты тапсырма құрауға жұмсамай, осы жасанды интеллектке тапсырманы құратамыз. Қазіргі таңда біз сабақ уақытына аздаған уақыт қалды. Сол уақыттарыңызды құр кетірмей, менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды көріп, өздеріңізге пайдалы заттарды үйреніңіздер деген ұсынысым бар. Және де мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоларды көріп, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода мен тағы да ChatGPT Gemini арқылы, Gemini жасанды интеллект құралы арқылы тағы да мен тапсырма құрастырудың жолын көрсетемін. Өткендегі мен осы бір күн бұрын салған видеом, бұл менде лабиринт негізіндегі тапсырманы құраудың жолын көрсеткен болатынмын. Оның алдында сәйкестендірудің жолын, оның алдында storyboard жасауды ChatGPT арқылы, сонымен қатар жұмыс парағын жасаудың жолдарын көрсеткем, және де Gemini арқылы да жұмыс парағын жасаудың жолдарын көрсеттім. Мына жерде менде пазл жасау, сонымен қатар мынандай ұяшықтар, қалай осындай бірден 4 тапсырмасы бар парақша, жұмыс парақшасы деп айтса болады, рефлексия, бағалау, сонымен қатар мына жерде менде ноутбук LM-ді пайдалану жолдары, сонымен қатар тағы да өте көптеген сабақтар бар, және де алдағы уақытта бұдан да көп видеолар салынатын болады. Бүгінгі видео менде тағы да Gemini-ді қолдану арқылы интерактивті ойын құрастыру жолын көрсететін боламын. Мен былай ChatGPT-дан идея сұрадым. Ол маған осындай бір идеяны берді, яғни drag drop деген сүйреп апару тапсырмасы дейді. Оқушы мәтін, сурет немесе объектіні цинктумен сүйреп дұрыс орнына орналастырады дейді. Яғни бір нәрсені түртіп келесі жерге орналастырады деген тапсырма екен. Енді мен осыны жаңағы Gemini-мен вайб-кодинг арқылы жасап көремін. Әрине тура мына мендегі сурет сияқты жасап бермеуі мүмкін, бірақ жасатып көреміз қалай шығатынын. Ол үшін мен мына суретті ChatGPT арқылы жасап алған суретті Gemini-ға апарып өйстіп жүктеп қоямын. Сосын мен тапсырма құрастыруға арналған ақпаратты аламын, яғни ол менде кітап. Мен өзім биологпын, сол үшін биология кітабынан мысал келтіріп жатырмын. Сіздер өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша жасап көріңіздер. Мен өзімнің PDF форматындағы кітап қолданамын. Физически кітаптарды көтеріп жүру ол ауыр, сол үшін осындай PDF форматындағы кітаптарды мен ноутбукпен қолданамын. Бұл кітаптарды біз оқулық.kz деген сайттан алған болатынмын. Үстіп скриндап кітаптың бетін скриндап аламын. Яғни бұл менде ақпаратқа керек. Скриндометр. Бүкіл беті скриндометр. Маған тек кітаптың беті ғана керек. Осы беттер екен. Бұл менде ақпараттар. Егер де мен видеомның ортасында осындай паузалар болып жатса, сіздер 1,5x, 2x-ке қойып тыңдаңыздар және жылжытып көрсеңіздер болады. Себебі мен бұл видеоны прямой түсіріп, прямой салып жатырмын, ешқандай монтаж жасамаймын. Маған интерактивті ойын негізіндегі тапсырма керек.
Ол тапсырманы осы суреттегідей мысалда жасап бер. Менде ол драг, так, қалай жазылып тұр менде? Drag and drop, я? Drag and drop деп аталады. Маған биология сабағы бойынша. Мен саған қазір кітап беттеріндегі мәтінді жүктеп саламын. Сен сол мәтін негізінде тапсырманы құрап бер. Интерфейсе, мысалы, интерфейсі ашық түстермен, потому что Gemini қараңғы қылып жасауды жақсы көреді. Ашық түстермен жасап бер. Сосын жазулары қызықты, қызығушылықты оята алатындай. Сосын мысалы суреттер енгізіп жасап бер. Осыны маған сайт сияқты жаса. Осының кодын жаз. Мына кітаптың скриндалған беттерін бәрін белгілеп алып, үстіп жүктеп саламын. Сосын мына жерде мен Canvas деген таңдаймын. Міне Canvas. Біреулерде мына басқа құралдар деген басасын, сол жерде тұрады Canvas. Мына жерде көрінбесе, басқа құралдар дегенді басыңыздар, сол жерде тұрады. Canvasты бастым. Енді Canvas не үшін керек? Маған мен код жазып бер деп айттым ғой. Canvas'та код көрсетеді, и кодтың негізгі түрі қандай болғанын көрсетеді. Ал егер Canvas деген баспасам, менде просто код береді, мен оны кодты алып, жаңағы Python сайтына қойып жүргім керек. Ал Canvaspен сразу бізге код и түрінде сразу көрсетеді. Егер сіздерге ұнамаған жерлер болса, сол жерден өздеріңіз жазып өзгерте бересіздер. Содан кейін оны жүктеп аласыздар. Сосын болды, дайын, артық ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Қазір көресіздер өздеріңіз, Енді негізі Gemini Vibe Coding тура мынау сияқты жасап бермеу мүмкін, бірақ қазір біз қалай жасағанын көреміз. Өзгертетін жерлер болса, өзгертеміз. Менің алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, негізі түсінесіздер. Менде мынандай жерде плейлист бар. Плейлистте менде мынандай Vibe Coding тегін сабақ деген плейлист бар. Ол жерге міне 11 сабақ енгізіп қойдым. Осының барлығын басынан бастап көріңіздер. Енді менде басында түсірген видеоларым кішкене басқашалау, бірақ уақыт өте мен көбірек заттар үйренген сайын, соңғы видеоларым жаңағы бастапқы видеоларға қарағанда кішкене жақсырақ. Яғни мен бастапқы видеоларға қарағанда соңғы күндері жақсырақ жасай бастадым десем де болады. Себебі барлығы бізде опыт арқылы келеді. Логикасын түсіне алсаңыздар болды. Дальше өздеріңіз кез келген зат жасай бересіздер. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде, Canvas деген мынау, осылай бөлек. Мынаны X деп бассам, мына жерде осылай тұрады. Мынаны бүйтіп ашу деген басасыздар, өйстіп көрсетіп тұрады. Мына жерде менде кодын жазып жатыр. Міне өйстіп басталды кодымыз бізде HTML деп. И соңында үстіп аяқталады HTML деп. Енді түрін көрсетейік. Түрі мынандай қылып жасап беріпті бізге. Енді бұны дәу етіп көрейік. Міне жүктеп алу деген бар мына жерде. Осын жүктеп аласыздар, загрузкаға кіресіздер, и осы жерден ашып көреміз. Бұл HTML файл сияқты сақталады. Менде ұлпалар әлемі 7-ші сынып биология дейді. Менде бұл 7-ші сынып емес, 8-ші сынып. Яғни мен мынаны қазір өзгертем. Ойынның атауын жазып қойған 1-ші деңгей депті. Енді
өсімдік ұлпаларының сиқырлы ағашы дейді. Төменгі ұлпа түрлерін сүйреп, оларды сәйкес сипаттамасымен атқаратын қызметіне дроп қой дейді. Яғни драг деген сөз бізде сүйреу, дроп қою деген мағынаны береді екен. Енді мына жерде бізде сөздер бар, мынандай, и мына жерде жаңағы біздің ұлпаларымыз, иә, өсімдік ұлпалары. Так, оқулықтан түйін. Өсімдікте 6 ұлпа, жануарлар 4 ұлпа деп жерде өзінше бір ақпарат жазып қойыпты, иә. Өсу және жаңа жасуша түзу. Сыртқы қорғаныш, газ алмасу, органикалық деп бүйтіп бізде не істеп қойыпты. Енді мен біреуін белгілеп көрейін. Сыртқы қорғаныш, газ алмасу, иә, бізде міне бүйтіп, мәні беріктік тірек қаңқас, иә, мысалы механикалық ұлпа, шырын, бөліп шығарушы ұлпа. Мысалы біреуін қатестеп көрейікші. Мысалы біреуін қатестеп көрсем қалай шығады? Міне былай шығады екен. Міне, жарайсың биолог дейді. Жиналған ұпай. Келесі деңгей. Келесі деңгей менде уже жануарлар ұлпасын жасапты. Жануарлар ұлпасы. Жабын. Мысалы. Енді бұл сіздерге, менің үстіп істеп отқаным сіздерге қажет емес қой. Сіздер главный қалай жасау жолын көрдіңіздер. Енді мен мына жерде бір өзгертетін заттарым. Мына жерде нейронның мынандай суретін қойыпты маған. Синапс дейді. Қысқа тармақталған, мысалы нейронның несін табу керек екен. Жаңағы құрылымын, иә. Мысалы дендрит бізде қысқа, аксон бізде ұзын, синапс келесі деңгей. Ну, примерно жақсы жасаған негізі, иә. Мына жерде менде қараңыздар, суреттерім былай жасаған. Себебі мен айттым, жаңа вайб-кодинг бізде андай суреттерді кішкене кәдімгі суреттермен жасай алмайды да. Негізі мынандай суреттерге мысалы жаңағы кәдімгідей сурет бар ғой, сол суретті мен өзім енгізем деп жазсаңыз, жазуға болады. Көлденең жолақты, бірыңғай салалы. Міне үстіп шығады екен, қайтадан ойнау дейді екен, иә. Ну, принципі жақсы жасалған, иә. Енді бір білмеймін, қай жерін өзгертуге болады, несін өзгертсек болады. Былай жазайық, мысалына бірінші суретіме қарап алайын кішкене. Так. Мысалы, бұл 7-ші сынып емес, 8-ші сынып тақырыбы. Сосын өсімдік ұлпасы деп тұрған жерге өсімдіктің суретін қой. Сосын ұлпалардың аттары жазылған жерге де ұлпалар суреттерін тауып қой деп жазып көрейін. Ол жасай ала ма, жасай алмай ма білмеймін. Егер де жасалмаса, басқаша жол бар. Оны мысалы әр ұлпаның қасына өзіңіз суретті жүктеуге болатын қылып жасауға болады. Қазір оны да көрсетейін. Енді бірақ ол көп уақыт алады. Сурет особо керек емес десеңіздер, жаңағы вариантты алып өздеріңіз сабақта қолдана беруге болады. Ну, мен ойлаймын, жаңағы бірінші жасалған варианты жақсы. Мен соны қолдана беретін едім. Бірақ енді больше дамытам, одан да күштірек болсын десеңіздер, әрине өзгертуге болады. Енді міне маған бетіп қараңыздар, мынандай нәрсе бар, өткен видеомда да айтқам. Үстіп кейде көбірек не берген сайын, бұйрық берген сайын бізде мынандай қате деген нәрсе шығуы мүмкін.
Бұнан ештеңе етпейміз, просто қатені түзету деп басамыз. Ол қайтадан загрузкасын жасап береді. Мына жерде не үшін қате шыққанын да айтады. Себебі көбірек дамытқан сайын қателер шығып жатады. Себебі бұл жасанды интеллект арқылы жасалып жатқан жұмыс болғаннан кейін мен мысалы таза айтишник емеспін. Сол үшін міне қараңыздар, менде тағы да қате кетті. Енді мен алғы нұсқа дегенге бара салайын. Одан кейінгі нұсқа дегенді тағы басып көрейін. Енді қайтадан қатені түзеу деп басып көрейін. Каналыма тіркеліңіздер деп арасында реклама. Қазір көрейік, жөндеп бере ма, жөндеп бермей ма. Басайын, үстіп жүктейсіздер. Мына жерге менен андай сурет қойып қойыпты. Мына жерге міне мысалы, мынау 4-ші деңгей үшін мынау өте оңай сияқты да. Мына жерге бір басқаша қиындау тапсырма жасап бер деп сұрауға болатын сияқты. Мына жерде қараңыздар, осындай суреттер қойып қойыпты. Тоже қызық сияқты. Мысалы, мына жерге принципі болады, я, жақсы. Нені түсініңіздер ғой, өздеріңіз мысалы қай жерін өзгертем десеңіздер, қалай жұмыс істеу керек екенін. Бүгінгі сабақ осымен аяқтайын. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.